Армысыздар достар, бүгін сіздермен дәмді шаймен жейтін печенье пісіретін боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші таза ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Енді оның үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оған сары майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді оған шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді оған жұмыртқамызды салып, 2 ас қасық қаймағымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Енді дайын болған қамырымызды 20 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Енді алмамызды дайындап алатын боламыз. Қабығын ашып, бөліктерге бөлетін боламыз. Енді табамызға сары майымызды салып, шекерімізді салып, алмамызды қуырып алатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, 4 бөлікке бөлетін боламыз. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді дайын алмамызды салатын боламыз. Енді дайын болған печеньемізді формаға салып, бетіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Міне дайын печеньемізді 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Енді бетіне сахарный пудра себетін боламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.